Сәлеметсіздер ме, оқушылар? 6-шы сыныпқа арналған қазақ тілінің 5-ші сабағы. Қазақстандағы көрікті жерлер бөлімі бойынша Қазақстан 2030 тақырыбын бастаймыз. Сабағымыздың оқу мақсаттары мәтіннің атауын талқылау және алғашқы бөлігін тыңдау арқылы көтерілетін мәселені болжау. Ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай отырып мәтін құрастыру. Бағалау критерийі мәтіннің атауын сұрақтар арқылы талқылайды. Тыңдау арқылы көтерілген мәселені болжайды. Балалар, ең алдымен стратегия дегеніміз не? Соны түсініп білейік. Стратегияның мәні мен мағынасы. Стратегия дегеніміз мемлекеттің міндетті ісін орындауды және мақсатына жетуді қамтамасыз ететін жан-жақты жоспарлар жиынтығы болып саналады. Стратегиялық жоспарлау дегеніміз басшы қабылдаған шешімдер мен әрекеттер жиынтығы. Сол арқылы мемлекет өз мақсатына жету үшін басшы арнайы стратегияны іздейді. Стратегиялық жоспарлау мемлекеттің дамуы үшін шешім қабылдауға қажетті құрал болып саналады. Оның басты міндеті мемлекетте жаңадан енгізілген жоспарларды жеткілікті дәрежеде қамтамасыз ету. 2030 стратегиясында белгіленген негізгі міндеттер орындалды, қалғандары орындалу үстінде. Қазақстан 2030 стратегиясы мемлекеттің дамудың бағдарламасы. Тәуелсіз Қазақстанды жан-жақтылы дамытудың бағдарламасы жасалды. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан 2030 стратегиясы атты жолдауы жарияланды. Қазақстандағы өркендетудің негізгі іс-қимыл жоспары болды. Жолдаудың басты ұстанымы барлық қазақстандықтардың өсіп өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының арттыруы деді. Яғни, Қазақстан 2030 стратегиясы қоғамымыздың болашағы мен мемлекетіміздің мұраты. Онда ұзақ мерзімді 7 басым мақсаттар баса көрсетілген. Мәтіннің алғашқы бөлігін оқушылар мұқият тыңдап, мәтіннің келесі бөлігі не туралы болатынын болжаңыз. Негізгі ойды анықтауға көмектесетін жетекші сұрақтар дайындаңыздар. Бірінші бөлігі 2030 жылғы Қазақстан ауасы таза, мөлдір, сулы, жасыл желекті елге айналуға тиіс. Өндіріс қалдықтары мен радиация бұдан былай біздің үйлеріміз бен бақтарымызға енбейтін болады. Біздің балаларымыз бен балаларымыздың балалары кінәратсыз жағдайда толыққанды өмір сүретін болады. Иә, балалар, мен сенімдімін. Сіздер екінші бөлігін дұрыс тапқан сияқтысыздар. Экологиялық мәселелер ту сирек кездесетін құстар, жануарларды, өсімдіктерді қорғау, сақтау, зерттеу. Қазақстан 2030 бағдарламасында бүгінгі күннің көкейкесті мәселесіне айналып отырған экологиялық шиеленісті шешудің бірден-бір сара жолы қоғам мүшелерін экологиялық сауаттылыққа, мәдениеттілікке жеткізу. Қазақстан жерінде көптеген ерекше қорғалатын қорықтар бар. Балалар, бұл тапсырманы дұрыс орындадық. Енді келесі тапсырма. Сіздердің алдарыңызда суреттер берілген. Сол суреттерге қарап, бұл қандай жерлер, бұлар қайда орналасқан, не себепті бұл жерлер көрікті жерлер деп аталады?
Екінші тапсырма. Мәтіннің алғашқы бөлігін мұқият тыңдап, мәтіннің келесі бөлігі не туралы болатынын болжаңыз. Мақсатқа сай болжауларыңыз керек. Негізгі ойды анықтауға көмектесетін жетекші сұрақтар қойып, оған оқушылардан сіздерден жауап алуым керек. Сіздер дәптерлеріңізге жауапты жазыңыздар. Қазақстанның көрікті жерлері. Бірінші бөлігі. Қазақстанда шипалы су шығатын әрі емдік балшығы бар. Табиғаты ғажап, әдемі жерлер көп. Осыны балалар оқып алыңыздар да, ары қарай екінші бөлігін табамыз. Дұрыс оқушылар, бірінші жоғарыдағы мәтіннің бөлігін тапсаңыздар, соған байланысты мына тапсырмаларды орындаңыздар. Негізгі бөлімді білдіретін ойды жазыңыздар, қорытынды ойды түйіндеп орындаңыздар. Келесі тапсырма. Мәтіннен күрделі сөздерді тауып, түрлеріне ажыратып жаз. Дескриптор суретке қарап болжам жасайды, ауызша мәтін құрайды, сұрақтарға жауап береді. Мәтінді мұқият тыңдап, келесі бөлігіне болжам жасайды. Негізгі ойды анықтайтын жетекші сұрақтарға жауап береді. Күрделі сөздерді түрлеріне ажыратады. Сабақты қорытындылай келе балалар, сабақта сізге не маңызды болды? Қандай тапсырма қиындық келтірді? Ойларыңызды айтсаңыздар. Аяқталмаған сөйлем әдісі. Оқушылар, дәптерлеріңізге мен бүгін білдім, маған қызықты болды, маған қиын болды, мен келесі тапсырмаларды орындадым деп, осы аяқталмаған сөйлемді жалғастырсаңыздар. Келесі сабаққа шейін сау болыңыздар.